Қалай миксерсіз пирог жасауға болады? Бүгін біз брауни пирогын жасаймыз. Ең алдымен шемшік майға қантты салып араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Ұнымызды салып, қопсытқыш, какаоны салып, әдемілеп араластырамыз. Және де майдаланған арахисті салып араластырамыз. Формамызды дайындаймыз. Менде 22 диаметрлі форма. Астына пергамент төсеп, массамызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып 170 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Достар, бұл пирогтың бетін өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және алдағы уақытта өте оңай, дәмді рецепттер шығып отырады. Сіздер осындай пирогтарды жасап көрсеңіздер, комментарияға иә деп жазып кетіңіздер. Бізде өте дәмді пирог шықты. Жасап көріңіздер.